Kaderli елім, көңілі дархан, шықпайды естен, шалқып жүрдік сенің арқаң. Зуылдап уақыт, өтеді өмір, шаттанып мәңгі жүріңіздер күліп әр таң. Қайырлы күн, армысыз елім, жарқын бұл болашағың биіктерден көрін. Кел күлейік, шаттансын көңіл, арылы күйбең тірліктен жайнасын өмір. Ассалаумағалейкум, әзіл сүйер ағайын. Қайырлы кеш, қымбатты күлкі сүйер көрермен. Бүгінгі Шаншар театрының жаңа мерекелік бағдарламасына қош келдіңіздер. Бәрекелді. Бәрекелді, өздеріңіз байқағандай бізде де жаңадан әртіс қосылып отыр ортамызға. Бидәулет есімді. Bir қошеметтеп қойыңыздар. Бидәулет. Енді жаңалықтан көріп жатсың өзің, жаңа Қазақстан болып өзгеріп жатырмыз. Енді Шаншарды да былай жаңа Шаншар деп елге жаңа бір форматта ұсыну үшін не өзгеріс жасасақ болады? Қалай ойлайсың? Бір жаңа идеяларың бар ма? Енді сендер жастыңдар ғой. Идея болғанда мынау болмайды мынау. Тұрдыңызда жаңадан келген әртісті Бидәулет деп хабарлай саласыздар ма? Халық мені танымайды ғой. Бір өлеңдетіп, көтермелеп, бір ерекше қылып таныстыруға болмады ма? Өлеңдет. Иә? Өлеңдет болса Ақындығың бар еді ғой, жіберші. Ал көрейін. Сытылып шығып арадан, әзілді жаны қалаған, мысқыл руынан тараған, қалжыңнан келіп нәр алған Бидәулет есімді әртісіміз қосылған бізге жаңадан. Рахмет. Әдемі болады, бірақ кішкене темпті қосу керек еді да. Нені? Жоқ, мен бүйтейін. Рұқсат болса әрқайсысын жеге-жеге таныстырайын. Иә, бола ма? Музыка! Сатираны ұлықтар, кеудесінде үміт бар. Әнімен кеуде қытықтар, дауысы елден ерекше. Болат деген жігіт бар. Енді сізге көз салып бәрі қырғидай, үрөлі қымбат, ылғи бай. Бұл қыз біздің гүліміз, апай деуге бір қимай. Күннір біздің күніміз, арпа ішінде бір бидай. Күннір Қалмырзаева. Бойы аласа болса да, таланттарын тау дедім. Өзі әртіс болса да, көбейтіп жүр әндерін. Ауылымды айтып жүр, ол Абиев Дәуренім. Қарсы алыңыздар. Дауысы күшті дауылдан, қорықпайды жауыңнан. Толағайың еруында асып түсер тауыңнан. Тайсын болып танылған ол Ғаппаров Ғалымжан. Қарсы алыңыздар. Наны түспес қолдан, ең ірісі олдан. 8 қырлы бір сырлы, қимылы да жылдам. 7 аспапты меңгерген Қолшымбаев Нұржан. Оқсамайтын басқаға, қимылдары жас бала. Әзілдерінің салмағы, қарап тұрсаң ойбой масқара. Ең жеңілі театрдың Жүсіп Мырза Ақшора. Сахнада терлеген, байдың рөлін бермеген,
Бұндай директорды ешкім көрмеден де көрмеген. Абдраимов Уалибек еңбегімен ерлеген. Көп жаса, ұлтап. Келің ұқсап, сәлем болып атқан. Молодец, мына жастар кеп қараш, я? Шамалы өзгеріп, бұрын таныстырмаған екенбіз бір-бірімізді да. Молодец, Бейдәулет. Таныстырып, әртіс құсап қалдық. Көңіліміз көтеріліп. Рахмет бар ебет. Болды? Яңмаш, болды бар ебет. Жаңа Қазақстан, жаңа шаншар, жаңа формат деген сияқты ондай болмай ма? Ол аты ғой, жаңа деп айта бересің. Жаңа Қазақстан деп, жаңа шаншар деп айта беріңдер. Ал жаңа шаншар болу үшін онда мен жұмыстан кетуім керек қой мен. Жүсіп кету керек. Мына Нұржанды вообще қуып жіберуім керек. Бер ішіп жегендер. Болды? Барыңдар осы. Кете береміз не? Ой, бара берсеңіз, не yaptысыңдар? Ескіше ме не? Ой, баяғы сол күй бір. Просто аты не да, жаңа шаншар деген сияқты. Жаңа болады дегенге бір ақ кроссовок киіп шығып. Мен ше мен қып-қызыл шапан киіп алып немеге шықтым десе. Шиқаның шыққыз, қап-қызыл да. Сұлу болып кеткен сияқты жүрді бәрібір. Ана мереке құтты болсын біріншіден. Мереке құтты болсын. Мынау енді ана жерде біреулер бізге қарап таң қалып жатыр. Анау не киіп алған, анау не киіп. Нелеріңіз бар не киіп алғанымызда? Киіп алдық та енді бар табылғаннан кейін. Маған бүйтіп қалып, ойбай ана шляпа киіп алып басына. Ойбай мода қойын деген бе? Алпыстан асқаннан кейін ал жейін деді ма? Кешіріңіздер, бұл бір сәндікке киіп атқаным жоқ. Анау мына камера түсіріп жатыр ғой, мына телевидениеден түсіргендер. Солардан сосын алдыңғы рядта отыратындардан арыз шағым түсіп жатыр. 4-5 жыл болды. Мынау шаш жоқ қой менде мынандай. Содан ана свет сөйлегенде и аналар шағылса деген көзді. Сөйтіп операторлардың көзі түк көрмей жылап барады екен үйіне. Соны айтып мынаға сөйтіп басына бірдеңе киісінші дегеннен кейін біреуін тауып алып киіп алдық. Айып етпеңіздер. Ал мереке құтты бола берсін, жаңа Қазақстан, жаңа шаншар деп жатыр ғой. Енді сіздерде таң қалған шығарсыздар, иә? Көріп қандай жаңа шаншар? Бір бала келсе болды, жаңа шаншар болып кете ме деп. Сол ғой, сол. Мен жаңа Қазақстан түсініп жүрген жоқпын мен. Сіздер өз бірдеңе түсініп жүрсіздер ма? Түк түсінген жоқ. Сол ғой, сол болды ғой. Ана оқиғадан кейін біреуді мақтап жүретін адамдар екінші біреуді мақтап кетті. Жақында бір мереке болды, сол тойланбады. Мен ана жоғары жақта миымды ашты жіберетін, WhatsApp-пен құттықтай беретіндерге 200-лерге ұрыстым. Ұялмай нағып отырсың. Жылда 1 декабрьде алғашқы президент күні құтты болсын деп қоймайтын еді, биыл ешкім жазған жоқ. Ұятсыздар. Жаза бермедім мен армағыра, кете бермедім. Ешке отыр оны яқта. Мен сол секілді мен түсінбейтін болғаннан кейін саяси сауатым аз болды ма? Осы референдум болады деді, 5 июнда, я? Мен соның заңнамасын оқып көрдім. Не өзгереді? Түсінбедім, миым жетпеді. Сосын анаяқта айтып атқандардың бәрін тыңдадым. Сонда да жетпеді. Депутаттар сөйледі, сұмдық журналистер, депутат, ақын депутаттар сөйлегенде түсінбеймін, айтыр сөйлеп жатыр. Бір депутат сөйледі. 5 июннан қап кетпеңдер деді. Мемлекетіміздің, еліміздің тағдыры қолдарында сендердің деді. Бітті деді. Барыңдар түгел деді. Барғаннан кейін сосын аршетінде не болған көресіңдер деді. Сосын үзілісте бүкіл журналист барды, жаңа депутаттан сұрады. Ойылмай түсінбей жатыр, сонда 5 июннан кейін не болады деді. Сөйтеді, анау тұрттағы ойланып тұртта 5 июннан кейін 60 июн болады деді. Сөйтсем оның өз түсінбей жүрген қаршы. Бір айта беру керек та бізге, айта беру керек та. 30 жыл әділетсіз болыппыз, Нағып отырғанда бұл сол әділетсіз болса, кет қалмай ма, ақыры әділетсіз болыпты. Әділетсіз болдық деп, таң қалам мен. Мен де зеттек көрдім өзімше да. Сөйтсем 30 жыл ел басқарғанда, өзімізден өзіміз егеменді ел болғанда,
Эхе дедім. Біз былай басқарған екенбіз. Отан отбасынан басталады. Қазақта әдемі мақал бар, иә? Точно екен. Отбасында біз қазақтар қалай өмір сүрдік, мемлекет солай өмір сүрген екен. Мысалға мен 10 баланың үйінде өскен баламын. 10 бала болды, соның ортасында өстім мен. Өте лоқ болып өскендердің қатарындамын. Жұмыс алатын мен ғой енді. Бірақ біздің үйде бір бала, бір қыз ғана ерке болды. Қалған бәрі жұмыс істейді. Қарашы. Солар қыдырады екеуі. Тойға солар барады. Дәмді нәрсенің бәрін солар жейді. Біз жүреміз қораға қарап. Сосын тамақ жеп отқанда аналар печеньені шайға батырып, саған көрсетіп жейді да. Жегін келіп. Сосын үйдің егелерін айтасың да. Бізде жегіші. Үніңді өшір. Ол сондай дейді. Көрдің бе? Отанымыз тура солай болған екен ғой ел. Бізде қыдыратын адамдар болды ғой. Білесіңдер ме? Ерке, солар жеді жейтін нәрсені дәмдінің бәрін. Жегін келіп, бір айтқын келсе, үніңді өшір деп түрмеге тығып бар. Сондай болды ғой. Мынау малға да солай қараған екенбіз. Міне, қазақтар малға да тура осылай қарайды екен. 4 түлік малдың ішіндегі ең еркесі жылқы. Жалын тараймыз. Жем соныкі. Шөптің сұлтаны соныкі. Су бергенде ол да еркелеп ішпей десе, ысқырып ішкізіп. Ішіндегі ең бейшара сиыр. Не жазығы бар? Сипаламаймыз да дезек-дезек болып жүреді сол. Айдасақ таяқ сынып қалған айдаймыз. Ол жақсы сөз жоқ қойған. Анау жем бергенің өзі бір жуынды қарыластырып, қарашы. Ана тазикте теш жіберілдейді ғана. Ең қорлығы сол сиыр сауғанда. Ана бұзауды ұстап тұрамыз, көрсетіп. Соны көзінше сауамыз бейді. Ана бейшара бұзау қалдырған мекен, қалдырмай мекен. До конца. Ең соңғы тамшыға дейін. Бұзау жылақ жібереді. Сосын жібереді, бар, еме береді болды. Түк жоқ, не емеді о бейшара. Баспен ұра дүгі. Сондай ғой біз солай қарғам. Мына сиыр демекші бір сиыр туралы бір әңгіме есіме түсіп кеткен қарашы мынау. Сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме? Осыдан бір 3-4 жыл бұрын бір кісі айтыпты дейді, 2 сиыр асырасаңыздар жағдайларыңыз жақсы болып кетеді деп айтты. Білесіздер ма? Біздің ауыл ғана біледі деп жүрмін ғой мен онда. Соны біздің ауыл естіп алған ғой. Сөйтіп қой сиыр асырайық десе, біздің сиырлар, қазақтың сиырлары, қазақы сиырлар 3 литр, 4 литрден артық сүт бермейді. Бұл қалай болады деп ойланады. Сол кезде ортасына бір білімді бір бала шығып айтты, бұны айтып тұрған жоқ депті. Голландияда бар, Галштейн деген сиыр. Бір бергенде 30 литр, 40 литр береді. Дұрыс па? Дұрыс. Онда мұнаның бәрін бейт баға бергенше сатып, бүкіл ауылға сояқтан сирақ білейікті. Қымбат олар, қымбат өте. Бүкіл ауылдың малын сатыпты, 10 сиыр келіпті, бір ауылға жетеді. Ой, рахат болды ғой депті да, 3 баланы КамАЗға мінгізіп, ақшаны бәрін беріп жетті. Барып, Голландияға барып, КамАЗбен барып, сатып алған, справкасын бәрін алған, содан кейін жетектетіп, оны санап бергенде кете беріңіздер деген. Уже жетектегеннен басталған ғой уже. Ана бала жетектеп келсе, ол жақтың сиырлары өте мәдениетті болады екен. Сыпайы болады екен. Онымен сөйлеседі екен олар. Біз сөйлеспектігі сипаламайсың да оны. Сол кетіп баратқан кезде сыпайылығына салып, кетіп баратқан ғой сиыр. Жүре. КамАЗға артқан кезде көрген. КамАЗдың ішінде біреу ананың атын атап шақырады екен сиырды. Екіншісі сипап тұрады екен, үшінші жолын көрсетеді екен. Сондай бірдеңе екен ғой. Сонымен КамАЗға апарған бейткен, ана бейткен тоқтаған. Мүйізін қайырған. Артынан келгенде бір құйрығын қайырып, көзін шығарып, тепкен. Мініп кеткен. Жүрек ұшып кеткен аналардың. Содан біздің ауылға келгенше 2 ақ жерден суғарыпты дейді ғой. Польшадан, сосын Россиядан.
Onda da болса бір шелек бергенде қоя салған бітті. Келгеннен кейін жаңағыдай қазақтар қалай сиырға қараса солай қарап, бір айдан кейін 4 литр беріп тұр дейді. 3 литр, 4 литр, 40 литр жоқ. Соны Голландияға азбайын деді, алдадыңдар, осындай болды, мынау нелерің осындай, ақшаны қайтарымды ақ бетіндер сезді депті. Представитель келген, ақша справкасын ақ келген. Қаяқта депті, міне 10 сиырың тұр деп, қарапты да. Біздікі емес бұлар деп. Қалай сенікіміз оңбаған сиыр ұстатқын? Жоқ, біздің сиыр қазақи болып кеткен алардың бәрі. Айт, сотталасың депті. Алаяқ екесіңдер деп, өтірікші екесіңдер сотталасың деп. Тексеріп көрейін депті Голландиялық. Тексеріп көр. Сөйтсе оларға ат қойып қояды екен ғой нөмірлеп. Ең ішіндегі сүтті сиыры 7-ші нөмірлегі Моника екен. Соны айтыпты. Моника депті. Сөйтсе ішінен Моника деп кел атыр дейді. Сөйтіп сара бетейіп, қарап еніне қарапты. Таныпты Моникасын. Моника, Моника деп. Екеу құшақтасып жылапты бейшаралар. Моника, не болып кеттің? Деп аналарына қараған бәрі тізелерін соғылып кеткен. Әбір жіп 9 отыр дейді. Кешіріңдер, кешір Моника. Сені сатқан мен едім. Мен алаяқ болдым. Мен күнәһармын. Мен өтірікші болдым. Сендерді сатқаным үшін мені ешкім кешірмейді деп, пистолеті бар екен алып, тарс еткізіп өзін атып өліпті. Тоба. Мені көрдіңіз ба? Өскен өркениетті елдерде сиырды сатқанына бола намыстанып, ұяты күшейіп, өзін атып өлтіріпті. Міш. Ал біздің елде ше, біздің Қазақстанда не істейді? Сиырмен қосып, қораңмен қосып, өзіңді де сатып бере бір. Еші ұрсат саған кешін сұрамақты бір. Өтіп жүре. Сосын мен ойланам да, енді осы елде тұрғаннан кейін ойланасың жатарда. Аллаға мінәжат қылып, дұға қылып. Ол енді Алланың кереметі көп. Ол жоқтан бар жасады. Барды жоқ қылу, ғажайып жасау түкті емес. Алла, біздің елді басқарып отырған кісілерге, қалауларымызға ар ұят берші, намыс берші деп дұға тілеймін да. Сосын ол енді ол кісі бәрін естейді, бәрін біледі. Мен ойлаймын да енді, соны беріп қаса, байқамай. Бола береді ол бізге де. Оны бергенде аян береді дейді, оны күндіз бермейді екен, түнде ұйықтап атқанда береді екен. Ұйықтап атқанда аян берді деген сөз бар ғой. Сол бәрі ұйықтап атқанда жаңа ел басқарып жүргендер. Ар, ұят, намыс, сондай бір өтірік айтпайтын бір белені үйіп беріп жіберсе. Олар таңертең тұрғанда білмейді оны. Сондай екен өзінің. Сол жұмысқа барады. Соның бәрі ел басқарғандар отырады, бастығы шығады да сөйлейді. Сөйлеп, сосын жаңағы баяндамасын айтады ғой. Не істейтін? Еліміздегі мемлекетіміздегі халықтардың жағдайын жақсарту үшін мұнайдан, алтыннан, темірлерден түскен пайдаға айтамайттар ше, өтірік қойып көні. Сондай боқпағанда бұл. Жерді екінші бетін ашады да. Еліміздегі аналардың жағдайын жақсарту деп пистолетін суырып алып, тарс еткізіп атылады-ау деймін. Сол кезде анарда отырғандарда тарс. Енді бірден өліп кететіндер болады, олар көп өтірік айтқандар. Көп өтірік айтып, көп жек қойғандар. Біреулердің сол жағын айырып жіберіп. Өйткені ол көп өтірік айтпағанда, арасында шындықты да айтып қойғандар бар. Сөйтіп кететін шығар. Деймін енді менің ойым. Сіз ойлап қалмаңыз, соның бәрін өлтіріп қойып, сонда елдігін басқарады деп. Құдайға шүкір, қазақтың миы жетеді, ақылды жігіттері көп, ар намысы барлар өте көп. Солар келіп басқара алады. Міне, сол кезде мен ойлаған жаңа Қазақстан болады. Осындай шығар деп ойлаймын да. Дұрыс па? Бара келді.
Мына бір шаншарға барып, тәуелсіздік күнігіне барып, бір көңілімізді көтеріп қайтамыз ба деп ек, ана бір беті бұл шибалеп, бәрін атты ғой демеңіздер, Не көрдіңіздер, не естіңіздер десе, енді айтарсыздар, Уәлібек келіп бір қиял ғажайып ертек айтты деңдер. Қиял ғажайып ертегі деген болады ғой. Бірақ оның да шындық қайналатыны болады екен. Сондықтан да сонда естік деген кездер, одан кейін байқайсыздар ма? Мен ешкімнің атын айтқан жоқпын. Сәлем. Қолымда тұрған телефон арқылы айына 1000-2000 доллар көлемінде қаржы тапқым келе ма? Ендеше Binance приложениесі арқылы күніне 15-20 мың теңге көлемінде ақша табу оп-оңай. Қызық па? Ендеше төменде тұрған Telegram каналымызға қосылып, толық ақпарат алыңыздар. Арым таза. Біреудің міндетін анау әкімет деп айтқан жоқпын. Сол тұрайым, сол алпыстан асқаннан кейін, сол абақтыда жатып, алжып жатайын. O үшін сіздер ештеңе онша естіген жоқсыздар, мен ештеңе айтқан жоқпын. Просто праздникпен құттықтадым деп қоя салайын. Рахмет. Балкон. Мынау сіздер білесіздер ма, мына ұлттық өзі жанды тәуелсіздік күн болғаннан кейін ұлттық сондай бір кереметтігімізді, ұлтымыздың қасиеттерін Совет үкіметінің кезінде көп таныта алмадық. Мысалға біздің домбырамызда қу ағаш, екшекті ағаш деп ұлы халықтар, ұлы ұлттар менсінбеді. Міне сол кезде, ол кезде Жамбыл қаласы еді. Қазір Тараз ғой. Содан бір 3 жігіт шығып, сол домбыраның қасиетін көрсетті. Ол кезде оны Алатау триосы дейтін. Қазір ол Тараз триосы. Білесіздер ғой, Желбіржекен деген әндерді қандай керемет тыңдадық. Содан бері біз сол Жамбылдан, сол Тараздан осындай бір жаңалықтар болса екен, солардың ізбасарлары бар ма екен деп іздейміз. Өнер адам болғаннан кейін. Мінекей соны таптым мен жақында. Келіңдер жігіттер, бұлар Жамбыл триосы деп аталады. Енді мен мына Бақбергенді просто айтып кете салайын дедім да. Барлықтарыңыз білесіздер, қазір қазақ палуандарының ішіндегі аты анықталып аталатын бірегей палуан бұл Смет Билдус, Білесіздер ғой сонда дзюдоисті. Мына соның туған ағасы. Бұл да дзюдоист болған. Бірақ осыған келген кезде бұл Бақберген мына нені өнерді таңдапты. Айтпасам, бұл да чемпион болып жүретін еді. Бір үйден бір чемпион жетеді, сосын бір жынды болса, сонымен нормально боламыз деген ғой. Негіз бізге бір кішкене бола кетті, аузына түкірдеп сөйтіп, әртіс боласың ба десем, не жындым ба мен деп атырды өткенде. Соңғы уақытта біз жынды шығармыз деп ойлаймыз. Сол Бақберген сол палуанның туған ағасы. Ал, кезек сіздерге. Şöyle
шыққанда көк жиектен дауысымды аңсаймын таңғаласқан кенекен желбіреген ақ күміс сақалыңды сағындым жайлауындай даланың шапаныңды сағындым сен екен деп қалам ақсақалды шал көрсем кен екен деп қаламын
ойпырмай. Ja, кім шыңғырды? Біреулерің шыңғырдыңдар ғой. Мен көке. Сен ба? Сен шыңғырдың ба жаңа? Мен Жүсіпті біреу қылқындырмадыр екен деп. Жүсіп жоқ еді да, соны іздеп жатырмын да. Ай, молодец екен енді. Шыңғырса да, басқа қылса да жарасып тұр, жарасып тұр. Мені нағыз серілер. Тағы айтсын ба? Амал жоқ енді, амал жоқ. Халық сұрап жатыр. Қайратын қайрағандар қазақтың бағы үшін сақтан алашым иманын жиғанын байқағандар жат қылар жанашырды дос қылар жаманды әзәзіл аярлар бар айырар арамды үшін бағында сатқандар той үшінде томындарын сатқан құлданған санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы рухым кешегі қайда қазағым қайда барасың мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы бауырлық бірлігіңде бағыңның орнауы сенім бер алсам деп едім шемен шеріне дәруің болсам деп едім уытты қуатты шыңына қонса ерлер қырандай мұратты күнде өтер жылдар жетеді бәрі кетеді жалынды жырым қалар жанымды тербеген алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген қазақ елім сүйеніш асқан қайсар қалпыңнан айныма мұңарта бер айбарлы асқаным жауыңа мұңарта бер серпілсін аспан серпіліп көк аспан сергісін санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы Тәңірдің сыйы тәуелсіздігіміз құтты болсын. Көк байрағымыз мәңгі желбірей берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын ағайын. Қақ. Бастық келе жатыр, ей.